Сәлем, бүгін овощной суп, яғни көкөністі суп жасаймыз. Қарапайым және тез, жылдам және дәмді. Алдымен құйрық май сүйек саламыз. Астын қатты жағып қоямыз. Қайнап болғаннан кейін жақсылап тұрып көбігін тазалап аламыз. Одан кейін астын басамыз. Бізге сәбіз, картоп, перец қана қажет. Олардың бәрін өрнектерген пышақпен өрнектеп, әдемілеп турап, алдымен сәбізді, артынша 10 минуттан кейін картопты, 20 минуттан кейін перецті саламыз. Перецті негізінде әртүрлі түстерден алып турасаңыздар болады, себебі әртүрлі түс тағамға сән береді. Одан лавр жапырағы, паприка, розмарин қостым. Әркім өз қалауынша паприканы ма басқа да приправалар қосса болады. Тұз сеуіп, крышкасын жауып, тамақ пісер алдында укроп және пияз қоссаңыздар болады. Осы видеода байқағаныңыздай, мені ұлым Мансұр мен Айару қызымның орындауында салтанат күйі. Қазақтың әуенімен, дәстүрлі әннің әуенімен тамақ жасадым және сіздерге де ұсынамын. Менің «Вау, как вкусно» каналыма тіркеліп, басқа да рецепттермен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыз. «Вау, как вкусно» каналыма тіркеліп, келесі рецепттерге көшейік.